Қазақстанда орыс тілділерге қысым жасалып жатыр деп шулаған ақпарат құралдарынан соң енді міне ресми адам Кремль ұстанымын танытушы тұлға сыртқы істер министрі Сергей Лавров пікір білдірді. Ол 9 қарашада Российская газета басылымында шыққан мақаласында былай дейді. Өкінішке қарай кейінгі кезде Қазақстанда орыс тілінде сөйлейтіндерге қатысты бірқатар резонансты ксенофобия көрінісіне куә болып отырмыз. Көп жағдайда жекелеген жағдайлар шет аймақтағы ұлтшылдық пен Ресеймен қарым-қатынасты қолдамауға бағытталған сыртқы күштердің арнайы ақпараттық әдіс тәсілінің нәтижесі сияқты. Американың санкциясы орысты қатты сансыратып жүрген. Соған санкциядан сансыраған орыс таңдалып қазаққа қарап азу-тісін ақситып отыр. Енді көбел осындай кезде осыдан туатын бір құбылыс, кәдімгі мемлекеттің барлық ұлтшылдары, барлық қазақшыл отаншылдар, мынау нұриттердің ит аяғынан жуынды ішетіндер, ұлы қызы, келіні, бала шағасы, құда жекжаты, інілерінің бала шағасы дейтіндер, солар нұриттердің ит аяғынан жуынды ішіп, нәпақасын алып, сол нұриттер кеуделеріне қадаған төсбелгілерімен қоғам қайраткері, зиялы, еңбек сіңген қайраткер, тағы бірдеңе қайраткер болып жүргендердің барлығы, яғни өздерін ұлтшылмыз деп санайтын, және қазақ ұлты үшін еңбек етіп жүрміз деп санайтын осындай бір топ, енді осындайда кәдімгідей хат жазғыш, қазақ ұлтын оятқыш, өстіп жаңағы антиресейлік, антиорыстық пиғылда қазақтардың ұлтшылдығы ояна қалатын бір құбылыс туады. Ал қазақ ұлтшылдығы оянып, бұл орысқа бағытталған стрелка оянып, қазақ ұлтшылдығы өстіген сайын кім пайда көреді? Қазақ билігі пайда көреді. Себебі қазақтың жаңағы аталмыш оқырдан жем жеп жүрген, нұриттердің оқырынан жем жейтін, нұриттердің ит аяғынан жуынды ішіп, семіріп байып, зиялы болып, интеллигент болып, телеарна, радио ұстап, газет, журнал ұстап, немесе бір мекемені ұстап, соның жаңағы ырғын ақшасын кеміріп, жіліктің майлы басын бүжіп отырған аталмыш тырнақша ішіндегі қоғам қайраткерлері мен зиялы қауым, яғни осы нұриттердің билігінен пайда көріп отырған, өзі айналасы пайда көріп отырған зиялы қауым қазақты орысқа қарсы үгіттеген сыңайда болып, сосын тұтас қазақ халқының басын қосып, биліктің айналасына тағы бір мәрте топтастыра түседі. Ит болса да осы билік аман болсын, осы мемлекет тыныш болсын, мынау Нұрбилік ханымызды теспей сора берсін, орыстың қолына қарағаннан Құдай сақтасын, анау шешен не болды, татар не болды, грузин не болды, украин не болды, осы нұриттеріміз, осы ұры-қары қарақшыларымыз қояр, бір күні тояр, сосын өлер құзғын емес кетер деп халықты алдап, өздерінде алдап. Бұлар әдейі мақсатты түрде халықты алдайтын бір бөлігі бар, және өздері соған сеніп, алданып, немесе өздерінің шарасыз сезініп, менің қолымнан деп. Сөйтеді жаңағы ұлтшылдық сипатпен антиорыстық жаңағы пиғылдағы қарекеттерге, жазбаларға барады. Ал шын мәнінде бұның барлығы айналып келіп, қазақ халқын Ақ Орданың, яғни біздің сөзбен айтқанда Қара Орданың маңына қайтадан топтастыруға келеді. Осы тұрғыдан қарағанда, орыстың қазаққа қарап азу-тісін ақситуын осы Қара Орданың тапсырмасы емес па? Халқым менен шеттеп барады, қожырап барамыз, халқым дөйдалаға, мен дөйдалаға кетіп барам. Мына менің қылмысым басымнан асты. Енді сол халқымды менің айналама қайтадан айдап, әкеп менің қорама тығып бер, менің маңыма жабысыппасын деп, сол Кремльге қарап біздің Құлғұтанның тұқымдары тапсырма берген жоқ бекен. Немесе сол Лавров педі, ана сұмырайға. Соған қарап тапсырма берді, сіз осындай сөз айтыңызшы, мінекейіңіз $100 миллион ала тұрыңыз қазірше, қалғанын кейін береміз, бөліп төлейміз. Қазақтардың қаны сорып алғаннан кейін деп сөйтіп, сол заказ беріп, Жириновскийға заказ беріп, осындай сұмырайларға оттатып, ал олар сөйтіп қазаққа қарап, жаңа ғырыр еткен сайын, бейшара қазақтың шыны бар, өтірігі бар, қалың ұлтшылы, ырықты ырықсыз қалды, ерікті еріксіз түрде қазақтың антиорыстық көңіл күйінен пайдаланып, қазақты Қара Орданың маңына топтастыра түспей ме екен? Біздің екінші болжалымыз осы. Демек, орыстың қазаққа қарап ырылдауының, ақситуының, айбар көрсетуінің, сес көрсетуінің ар жағында Қара Орданың тапсырмасы да тұруы мүмкін. Ал мейлі Қара Орданың тапсырмасы болмаса да, орыс әр жолы өспеген сайын кезінде күнгөсемдеріңіздің бір ауыз сөздерін естеріңізге салайық. Үй өзімдікі деме, үй сыртында кісі бар деген бір мақаланы айтып, сол күнгөсемдеріңіз үлкен бір ақылман кісі құсап, қазақты сабырға шақырғансыған. Ол кезде де қазақ тілі дейтін жаттанды, шақанып 30 жыл сүйреп қаңғырлатқан ескі күнге күйген тулақты
анау Қазыбек Иса тістеп алып, енді бір бұрышқа апарып қаңғырлатып сүйреп жүрген осы ескі тулақты қайтадан қаңғырлатып, сырттағы, айдаладағы орыстың жаңағы екпінімен қазақты үрейлендіріп қорқытып ұстау, бұл да ескі диктаторлық басқару тәсілінің бірі. Ауылдағы баласын басқара алмаған әлде бір аға жеңгелеріміз, әне ана пәленбай алқаш келе жатыр дейтін. Міне, сол түгенбай алқаш келе жатыр. Құлағыңды кесіп алады, ашамайыңды кесіп алады, мұрныңды кесіп алады деп, ана алқашты айтып қорқытатын. Бір ауылда бүкіл елді лаңғада қылатын бір алқаш болады. Сол алқашты айтып, ана пәленше келе жатыр еді деп айтатын. Міне. Сол пәленше келе жатыр деп алқашты айтып, баласын ұйықтамай қойған, сөз тыңдамай қойған баласын қорқытып басқаратын ауылдағы бір жетесіз біреулер сияқты, бізде де сол орысты айтып, әне үй сыртында кісі бар деп, орысты айтып қорқытып, қазақ халқын үрейлендіріп, үрей мен қорқыныш, міне тәуелсіздігімнің кепілі менмін. Егер мен орыспен арақатынасты, қарым-қатынасты дұрыстамасам, орыс кез келген уақытта сені басып алады деп, қазақтың ұлтшылдарын шынайы сендіріп, немесе ақшаға сатып алып, өтірік болса да сендіріп, сол арқылы халықты айналасына үймелетіп ұстап отыр. Шынында тәуелсіздіктің кепілі сол күн көсемдерімен қарауда ма? Жоқ. Орыс қазақты жаулап алу үшін, қазақтың солтүстік облысын жаулап алу үшін, сенің аталмыш Құлғытанның тұқымынан құралған сол тобырларыңның орысқа барып жағатсып, құйрығын бұлаңдатып, маймөңкелегеніне қарап тұрған жоқ. Орыс шовинистер, Путин бастаған орыстың билеуші табы қазақты жаулап алу мәселесін, яғни қазақтың үш облысын аннексиялап басып алу мәселесін тек өзінің мемлекеттің ішкі жағдайы мен халықаралық жағдайға қарап қана шешеді. Ол тек уақыт тәртібіне байланысты. Ол тек күн тәртібінде тұрған нәрсе, ол тек уақытқа байланысты. Бар болғаны негізінде бірінші кезекте қазақтар тұр еді. Бірақ қазақтар да орысқа қарсы пиғыл тым қатты болған жоқ. Онсыз да бүкіл халқының дені орысша сөйлейтін, орысты 77 әкесінен артық көретін, орыстың осырығын француздың әтірінен артық көретін, орыстың осырығын Париждің әтірінен артық жұпар сезінетін бұл сорлы қазақты орыс білген. Сөйтті де орыс өзінен алдымен алыстап, Еуропаға қарап, қасын қағып, Еуропаның құшағына кіргісі келіп тұрған Грузия менен Украинаға алдымен қол салды. Оның себебі сол. Ол сендердің күн көсемдеріңнің ерекше көп векторлы саясат дейтін саясатынан емес. Ол көп векторлы саясат емес, ол жезөкше саясат. Сол жезөкше саясатының пайдасы емес ол. Ол шын мәнінде Еуроодаққа қарай, Еуроодақтың құшағына құлап бара жатқан Грузия мен Украинаға берген сабағы, немесе батысқа, Еуропаға, Америкаға көрсеткен сесі. Анығында орыс көтере алмаған шоқпарды басына не құйрығына тигізеді дегендей, сол көтере алмаған шоқпар басына тиіп, батыстың санкциясынан сансырап, енді сол сансыраған орыс сандалып қазаққа тиіскелі отыр.